Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз бейнероликте педагогикалық процестегі маңызды тақырыптардың бірін талдаймыз. Тақырыбы: білім стандарты, оқу жоспары, оқу бағдарламасы. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, орыс тілінде ГОСО, үлгі білім мазмұнының өлшемі. Білім стандарты – оқушылардың білім деңгейіне қойылатын міндетті талаптар. Білім мазмұны стандартта жазылған талаптарға сай жасалынады. Стандартта оқушы меңгеруі тиіс білім, іскерлік, дағдылардың көлемі, оқушының дайындығына қойылатын талаптар белгіленген. Білім стандарты республикадағы білім саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды құжат. Қазақстан Республикасының білім беру заңына сәйкес білім стандарты жасалынады. Білім стандартының негізгі қызметі басқару. Жаңартылған білім стандартының негізгі мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Функционалдық сауаттылық білім іскерлік дағдыны өмірде пайдалана білу. Функционалдық сауаттылықтың бағыттары: жалпы, мысалы, реферат, баяндама жаза білу, компьютерлік, төтенше қауіпсіздік жағдайлары, яғни алғашқы медициналық көмек көрсету, ақпараттық, ақпаратты дұрыс таңдай білу, өңдеу, коммуникативтік қарым-қатынас жасай білу, бейімделу, шет тілін үйрену, тұрмыстық, отбасылық бюджетке сай дұрыс қолдану. Білім стандарты негізінде оқу жоспары жасалынады.